пікірімді білдіруге құқылымын. Әр адамда пікір болу керек. Мен мемлекеттік еңбек сіңірген қайраткермін. Менің осы мемлекетке сіңірген еңбегім жеткілікті, Құдайға шүкір. Менің еңбек сіңірген қайраткер деген атағымды біздің президентіміздің өзі қол қойып тұрып мен алғанмын. Ол қазір еңбек сіңірген қайраткер деген атақ, халық әртісі деген атаққа сәйкес. Сол үшін мен өзімнің пікірімді, ол жаңағы баян ба, саян ба, қоян ба, ол бай ма, кедей ме, ол танымал ма, танымал емес пе, маған бәрібір. Меруерт ары қарай баян мүмкін жақсы продюсер шығар, бірақ қазақ тілін жетік меңгермеген продюсерге біздің ата-бабамыздан мұра болып қалған қозы көрпеш баян сұлу эпосын түсіруге әлі деңгейі жеткен жоқ дейді. Баян Алагөзова өз интервьюларының бірінде Меруерттің бұл ойына көркем түрде жауап қайтарды. Қазақ, менің жүрегім қазақ. Ары қарай менің қаным қазақ, жерім қазақ, дайынкім қазақ, әкем қазақ, мен қазақ жерінде тудым, қазақша ертегі тыңдап өстім. Егер бұлай болмаса, неге мен сахнада халық қолдайды? Неге әр ісім менің өтімді? Бұлай болмаса, неге қазақша сөйлейтін, қазақша жүретін адамдар қазақ аруын жасамайды? Неге мен жасауым керек? Осыған жауап берсінші, деп сұраулы жауап қайтарды. Сіз қай қазақ қызының ойы дұрыс деп ойлайсыз? Кімді қолдайсыз? Баян ба, әлде Меруерт пе? Пусть мне ответит на этот вопрос. Қалайсыздар? Кешеден бері бір еріккен адамдар статистика жинау мақсатымен бе, әлде қайтадан бір дау-дамай іздеп пе, немесе ол Баян Мақсатқызының жаулары ма, менің жауларым ба, кім біледі енді. 100 жыл өтіп кеткен бір видеоны алып шығып, желіге салып жатыр. Солған қатысты көп сұрақтар болып жатыр. Бұл видео 5-6 жыл бұрын ұлттық арнада Қозы көрпеш баян сұлу атты сериал түсіріліп, зиялы қауым бұны қабылдай алмай, сол кезде Баян Мақсатқызына мен де өзімнің пікірімді білдірген едім. Содан кейін ол сериал эфирден алынып тасталған. Сол үшін енді провокацияға сенбеңіздер, бәрі жақсы, ол ескі видео. Каждый из вас желаю вот такого восхищения, потому что я восхищаюсь своим мужем каждый день, а он, соответственно, восхищается мной. Это я желаю. Дене шам жанып, орташа бойлы келіншек, айнаға барып, қап-қара шашын тарады. 7-ші қабат, 7 күн қарап өтемін, жетеле тағат, жетімсіреп те кетемін. Жетекке ермей, желкілдеп жүрген жүректі жер қылып кетет. 7-шідегі бөтенін кешкісін түсте, кешелі бүгін таңертең көзіме тіпті түспедің сен жан еркем. Жақындасаңшы, қыраулы қырсық әйнектен көкірегіме күн болып түссін. Көлеңкең жарылмай қойды кеудеме біткен сыз жарам, жапырақ жаным ертелеу біткен күзгалаң. Ақ үйге қарсы аялдамада тұрып мен шашын тараған арудан сені қызғанам. Жерініп бөтен терезедегі пердеден, жерініп жүрген жан еме дедім мен деген. Байқаусыз сәтте қара шашты ару ұрлаған, бақытсыз сол бір махаббатымды іздеп келгенем. 7-ші қабат, азанда шамын жақпады, жетет сағат, жел қақты тағы қақпаны. Алайда бүгін орташа бойлы келіншек айнаға барып алтын сырғасын тақпады. Жел қақты тағы қақпаны. Жанарбек Қадырова, мен де қалмайын бауырымнан. Вообще в нашей семье звезда, собственно, не я, оказывается. Слушай, ну ты меня, конечно, извини, но ты выглядишь как Есть такая звезда шоу-бизнеса. Есть русская пословица.
Да. С кем поведешься, того и Ну, а наберешься. теперь посмотрите на меня, какая я скромненькая. Ну, не прибедняйся. Все скромненько. Все скромненько. Но здесь, ну, друзья, ну это... С кем наберешься, того и поведешься. Ты очень стильный. Надо отметить, да. Oh, now I have happy time because together with my oldest daughters. Hello, my daughters, my lovely daughters, my favorite daughters and my oldest daughters. Мне кажется, надо громче еще. Вау! У нас сегодня фотосессия для Алмуши. Но что-то она не хочет пока. Капризничает. Алмуша. Наш третий образ, да? Классно. Специально, кстати, для Алмы шили. Впервые эксклюзивно размер. Размер с ладошку. Алмуша молодец. Уже 3 образа. Молодец. Одеваем. Алмусён. Алмусён. Алмуся, Груся. Алмусён купается. 6 рук. Любовь, жизнь, красоту. Пойдем, сегодня ты тебя купали сегодня, да? Так пойдем уже маму купаем, все, да? Доченька, жизнь, чего за не хватает? Чего за не хватает? Чего икаем, да? Чего икаем, красотка?